Күзгі тамшылар тарс-тұрс етеді. Дала сүреңсі сұрғылт түске боялған, кешегі алтындай сары жапырақтар батпаққа еленіп далатау түстің уақыты болса да көңілді төмен түсіреді. Жаңбырдың сорғалап тұрғанына қарамастан, саябақтағы көк сырмен сырланған ескі орындықта отырған әйел қозғалар емес. Бұл Дәмеш еді. Бір кездері осы шағын қаланың хас сұлуы болған, сонысымен әйелдерінің қас жауы, еркек біткеннің арманы болған Дәмеш. Кешегі айдай ажарын әжім торлап, сұңғақ бойы аздап еңкіш тартса да, сырлы аяқтың сыны кетпегенін әдемі ұялы көздері дәлелдегендей. Бағанадан бір нүктеге қадала қарап отырған Дәмеш те тоңып қалса керек, иығын қушитып, қалың басын жемпіріне бұға түсіпті. Мұнандай ауа райында кім серуендей қойсын, жүргіншілер сирек. Саябақтан әрі тұрған жолдан да көлік бірлі жарым өтеді. Бесінен ауып барады. Аздан соң қараңғы түспек. Бірақ барар жер, басар тауы жоқ. Дәмеш қозғалған жоқ. Дәмеш ата-анасының зарығып көрген баласы еді. Әкесі артынан тағы бір бала ерсе деп есімін Дәмелі қойған. Бірақ Дәмеш жалғыз өсті. Дәмеш жоғарғы сыныпқа өте жылы, әкесі 50-ге жетпей өмірден қайтты. Анасы балалар үйінде тәрбиеленген татар қызы еді. Әкесінің туыстары анасын жетім деп жаратпайтын. Әкесі қайтқан соң бұлармен мүлдем араласуды тоқтатты. Анасының дімкастығынан Дәмелі жұмысқа ерте араласты. Жасы 17-ге толып, аттестат алған күні ақ шешесінің орнын басып, тігін цехына жұмысқа кірді. Шағын қалада жас қызға лайықты басқа жұмыс жоқ еді. Оқуға кетуге шешесінің ауруы асқынып, кетер ме деп қорыққан. Қаланың әкімі бүкіл өндірістерді аралап жүріп, Дәмештердің цехына кірген. Орыс тілін жетік меңгергенін ескерген басшылық жаңа басшының алдында сөз сөйлеуді Дәмешке тапсырды. Бұл кезде Дәмеш 20-ға енді толатын еді. Қазақтан гөрі татарға көбірек келетін, сары шашты, сұңғақ бойлы, әдемі бой жеткен, жаңа келген басшының көзіне дегеннен түскен. Бірден пысық қыз кеңсеге де керек деп қасына алдырды. Басшының ілтипатына мастанған Дәмеш жүріп жүрген жігіттің өз құрбысының ағасын бірден тастап кеткен. Анасы да шенеуніктің қасына барғанын құп көрді. Жас шенеунік Азамат Толыбаевич Дәмешті ғана емес, анасын да үлде мен бүлдеге орап тастады. Отбасын Алматыға тастап бұл жақта жас қызбен сайрандап жүрген ол, осы жетістіктің бәрі қайын жұртың арқасы екенде әсте есінен шығармайтын. Әр жұма сайын түс қайта үлкен шаһар Алматыға тартып отыратын. Бір күні мүлдем оралмай қалды. Ұзын құлақтан естуінше, Астанада қайын жұрт көмегімен тағы бір жұмсақ креслоға қонжиған. Ал Дәмештің құрсағы томпиып келе жатқан еді. Азамат Толыбаевичтің отбасы бар екендігін біліп тұрып, осы іске барған Дәмештің дәмесі де жоқ емес еді. Отбасын тастап мені таңдар деген арманы да болған. Бірақ Азамат Толыбаевич сол кеткеннен мол кетті. Бұл уақыт компартия тарқап, бір күнде бәрі астан кестең болып жатқан кез еді. Жаппай қысқартулардың бірінде орта білімі ғана бар Дәмеш ұшып түсті. Аяғы ауыр жас қызды ешше жұмысқа алмаған соң, дімкәс анасы бұрынғы жұмысына өзі шыққан. Айлық ақшаларын бермей, ол жерде көп ұзамай жабылды. Жаңа босанған Дәмеш анасының ызыңдап сөйлегеннен безіп базарға шықты. Шешесінің дайындаған самса, бәліштерін сатуға кірісті. Күннің ыстық суығына қарамай, сауда жасаудан да жалға бастады. Азамат Толыбаевичтің уыс ақшасын аңсап, қалталы еркектерді тори бастады. Көліктің қатты шыққан дыбысы Дәмешті селк еткізді. Ет жеңді әйел қасына ертіп алған немересіне әлдене айтып күліп келе жатыр. Дәмештің қасынан өтіп бара жатып, бетіне бажайлап қараған. «Әкем-ау, Дәмешпісің?» деді таңырқай.
Бетім-ау, бағана осы жолмен өтіп бара жатып танымағанымдай. Әйел ақырын басып көк сырлы орындықтың шетіне жайғасты. Міз бақпаған Дәмеш бір нүктеге қадалып отыра берді. Аз кем үнсіздіктен кейін немересі қаңқылдай бастаған соң, кейуана орнынан тұрып жатып Дәмешке қарап: «Жүр біздікіне, сорың құрғыр, жаурап қалғаның сонша, көгеріп кетіпсің ғой», деп Дәмештің тастай суық қолынан ұстап өзіне қарай тартты. Дәмеш сүлесоқ кейіпте ақырын орнынан түрегелді. Екі аяғын тең басып тұруы мұң екен, оң аяғы тыз етіп шанши бастады. Ауысынып қалса да сыр бермеді. Немересін сол қолымен жетектеп, оң қолымен бір кездегі сыныптас құрбысы, жалғыз ағасының алғаш махаббаты Дәмешті қолтықтап алды. Ақырын аяңдап саябақтан бір көше төмен қызыл сырлы еңселі үйге келгенше жақ ашпады. Есікті ашып жатқан қызыл орамалды келіншек таңданса да күліп қарсы алды. Жылы жерге кірген Дәмештің аяқ қолы сырқырап, тіс-тісіне тимей сақылдай бастаған. Құрбысы ваннаға ыстық суды толтырды да Дәмешті шешіндіріп отырғызып қойды. Дәмештің ештеңеге қарсылық танытуға шамасы келер емес. Денесі өзінікі емес сияқты. Әбден жуынып, берген таза киімдерді киіп шыққанда құрбысы ас бөлмеде қасынан орын алып күтіп отыр екен. Дастархан басында манағы қызыл орамалды келіншектің күйеуі амандасып, төрге қарай оздырып жіберді. Шулаған балалар басқа бөлмеде тәрізді. «Кел отыр, ешнәрсе сұрамаймын. Бірден бізге келсең де болар еді». Көзіне жас алған Дәмеш үндемеді. Бірақ қанша күннен бергі ашу ыза кеудесін кернеп барады. Жалғыз ұлы баяғы азаматтың ұлы далаға қуып шыққан әйеліне қарсы ләм деп жақ ашпағаны. Жақ ашу бұлай тұрсын тіпті қостағандай киімдерін жинап бергені жанына әбден батты. Бәрі Дәмештің жас шенеуніктен кейін жүрген қарынды әкім алып берген орталықтағы 3 бөлмелі пәтерді ұлына рәсімдеп бергеннен кейін басталды. Сол күні дәмді ас беріп жайынан қаққан келін ертесі адам танымастай өзгеріп шыға келді. Айналасы бір айдың ішінде далаға қаңғырып қаламын деп те ойламапты. Жас шенеунік ат ізін салмай кеткен соң, Дәмештің артынан жүгіргендер аз болмаған еді. Көбі отбасылы. Дәмеш әкімшілікте іс қағаздарын ары-бері тасып жүргенде, осы құрбысының марқұм күйеуі шопыр болатын. Әкім тапсырмасымен кейде екеуі бір қалаға барып келетін. Сондай күннің бірінде жел сөзге ерген құрбысы әкімшілікке келіп, Дәмештің бетін айманда етіп, тырнап алып, ел жұрттың көзінше айқайлап абыройын төккен. Өзінің ақтығын қанша шырпыр боп айтса да сенбеді. Шын мәнінде бұлардың ара қатынасы шынайы достықтан әрі аспаған. Марқұм әбекең отын суына көмектесіп, Дәмешті басқа қырындаған еркектерден қарындасындай қорғап бағатын. Бірақ кейін ұлы есейе бастағанда қаражаттан қиналып кеткен Дәмеш қалашыққа жаңадан келген жасамыс әкімге жағдайын айтып кірді де жағдайын жасап алды. Почтаға жұмысқа тұрды. Әдемі келіншекті көрген месқарын әкім тоқал тамда тұрып жатқан Дәмешке өзіне тұруға ұсынылған 3 бөлмелі пәтерге тұруға ұсыныс жасаған. Әлбетте тегін емес. Обалы не керек, азаматта емес. Месқарыны жұмысы ауысып, облысқа кетіп бара жатқанда Дәмешке 3 бөлмелі үйдің құжатын рәсімдеп кеткен. Сол әкімнің кезінде ғой, әбекеңмен араласпай кеткенді. Бір күні құрбысы жылап келді. Кішкентайы қатты ауырып жатыр екен. Емделмесе, мүгедек болып қалу қаупі бар. Ештеңеге қарамаған Дәмеш бір кездері өзінен көмегін аямаған әбекеңнің баласы үшін әкімнің көлігін сұрап, баласын Алматыға апарды. Елдермен тез тіл табысатын мінезінің арқасында талай бастықтардың алдын тоздырып, қымбат отаға жатқызып, бірақ қайтқан. Алдынан шыққан қызыл орамалды келіншектің күйеуі сол бала. Әбекең біраз жүріп,
кейін көлік апатынан қаза болды. Жесір қалған Қаламқас 4 баламен әбден қиналғанда Дәмештің қол астына жұмысқа кірді. Екеуі поштада істеп жүріп зейнетке шықты. Міне, содан бері араласып келе жатқан еді. Дәмештің ұлы Қаламқастың үлкен қызымен құрдас еді. Бірге оқуға кеткен. Бір өмірге қадам басар деп ойлайтын. Бірақ Алматыда жүрген ұлы басқа қызды алып келді. 3 немересі өмірге келді. Алдыңғы жолы Алматыдан осы қалаға бір жола тұрақтаймыз деп бір жола көшіп келді. Көшіп келді дейтінде емес, Дәмешпен бірге тұрмай, пәтерден пәтерге сандалып жүргенді. Аяқ астынан келіні, сіз алай-бұлай боп кетсеңіз, бізге үйді аудару қиында болады екен деп зыпылдады емес пе? Оданша өсиет, хат жазып қойғаны дұрыс еді, бұлай көшеде өлгенше. Таңертең оятуға келген Қаламқас, Дәмештің қызуы көтеріліп жатқанын көріп, дереу жедел жәрдем шақырған. Екі өкпесі бірдей суықтан, істен, шығу алдында тұрғанын ауруханада естіді. Бір бүйрегі баяғыда семіп қалған екен. Бір сөз, ауыз сөз айтпаған құрбысына ұрысып жүріп, құрбысының ұлына хабарласқан. Мыңқ-мыңқ еткен ол, қолында тіпті анасына деген сорпасы жоқ, түстен кейін әрең келген. Бүгін күздің соңғы күні. Айналасы 10 шақты адам Дәмештің бір кездегі мес қарын әкім берген үйінен шығып барады. Я, бүгін Дәмешті жер қойнына берді.